Дарий патчах 120 сатрапны Саулай патчахлыкта тамадылыкка салырга излегенди. Алага башчылыкка ва 3 бийни, аланы бири да Даниял эди. Сатрапла алага туткан ишлеринен эсеп бериге керек эдиле. Алайбла патчахны тынчлыгы бузулмай турлук эди. Кесек заманны ичинде Даниял сатрапла бийлени арасында улуу пахмулу болганы себепле патчах аны Саулай патчахлыкка башчылык этерге салырга сагыш эте эди. Сора бийлебла сатрапла патчахны жумушларын этүүдө Даниялны терслерге сылтау излеп башлагандыла. Ала эткен умут болмаганды. Ол бек ышанылы эди. Анда бир терслик, не да жаңылычлык табылмаган эди. Ахырында ол адамла Даниялны терслерге биз бир амал табаллык түйүлбүз. Аны кесини Аллахыны законунда тапмасагансы дегендиле. Сора бийлебла сатрапла бары бирге патчахка келип, аңа былай айттыла. Дарий патчах, өмүрлүккө жаша. Патчахны бүтөу бийлери, аскер башчылары, сатраплары келишкенлерине көрө 30 күннү ичинде патчах сенден башка не тейриге, не адамга ким тилегетсе, аны асланла турган уруга атарга деген буйрук берирге керекти. Энди патчах сен бегим эт да кол сал, Медиалланы, эмда Персиялланы законларын түрлендирирге болмаганча, бу бегимни да түрлендирмезге. Сора Дарий патчах бегим этип, аңа кол салганды. Ол бегимге кол салынганын билгенден сора, Даниял үйүндө баш мекемына киргенди. Аны терезелери Иерусалим таба ачыла эдиле. Күнүнө 3 кере тобукланып, har zamanda da etkeniçe ol Allah'ına maqtau salып, tilek etkendi. Sonra Daniyalga karşı turgala bari birge kelip, аны Allah'ına dua etip, marhamat tiley turganın körgendile. Ol zamanda Allah patçahka barıp, аны buyruğunu yüzünden aytkandıla. Yahudalı cesirleden biri Daniyal ne senge, o patçah, не сени кол салган буйругуңа тыңламайды. Ол биягынлай күнүнө 3 кере тилек этеди. Патчах аны эшиткелей бек кыйналганды. Ол Даниялны куткарырга акыл алып, күн баткынчы har не түрлүү жаны бла күрөшкенди. Алая, ол каршы турган адамла бары бирге патчахка келип, былай айткандыла. Эсиңде болсун, патчах, Медиалланы, Персиялланы законларына көрө, патчах бегиткен буйрукну не да бегимни түрлендирирге болмайды. Сора патчах буйрук берип, Даниялны келтирип, аслалла турган уруга аткандыла. Алайда патчах Даниялга: «Энди, сен токтоосуз куллук эткен Аллахың сени куткарсын» дегенди. Сора бир ташны келтирип, уруну тешигин бегиткендиле. Патчах да Даниялны киши да куткармаз үчүн кесини мухур жүзүгү бла, эмде мийик адамларыны мухур жүзүклери бла, ол ташны мухурлаганды. Аны бла патчах каласына кайтканды. Иңир шуурну да ашамай, кесин бул жутурга да излемей, таңга дери кирпик какмай чыкканды. Таң жаргалай патчах кобуп, аслалла турган уруга ашыгыш атлаганды. Уруга жууклашканында ол Даниялны жазыксынган авазла чакырып: «Даниял, керти Аллахны кулу, сен таза куллук эткен Аллахың сени асланладан куткара алганмыды?» деп сорду. Даниял жоопка: «О патчах, өмүрлүккө жаша» деди. «Мени Аллахым мүлегин ийип, асланланы ауызларын байлаганды. Аллахымы аллында мен түз болганым себепли
ала меңе заран сала алмағандыла. Сені аллыңда да, о патчах, мен бір заманда да амаллық етмегенме. Патчах Даниял үшін бек қуанғанды да, бұйрық беріп, аны урудан шығартқанды. Даниялны урудан шығарғаларында, аны үсінде бір жарасы да жоқ еді. Нек дегенде, ол кесіні Аллахына инанғанды. Даниялны терслегенлені, патчахны бұйрығы бұла, сәбилері бұла, әм түшірулары бұла бірге келтіріп, аслалла болған ұруға атқандыла. Ала уруну түбіне түшкінші, аслалла ланы тұтып пара чара еткенділі. Аннан сора, Дарий патчах бүтеу дүнияда жашаған хар халыққа, миллетке, хар тілні адамларына да бұлай жазғанды. Мен бұйрық шығарама, мені патчахлығымы хар тиресінде да адамла Даниялны Аллахыны алында, қорқсулла, титресінле. Ол құтылтады, әмда құтқарады. Сейірлікле бұла ұшанла етеді, көкте да жерде да. Ол Даниялны асланланы жаяқларынан құтқарғанды. Алай бұла, Дарий патчахлық еткен заманда да, Персиялы Кореш патчахлық еткен көзуде да, Даниял жетішімлі болып жашағанды.